менен бирөөдөн бир ак тийин tegen алып, сону менен бир кәсіп етейін деген өмірімде болған жоқ. Енді осы 40-50 жыл болып келе жатыр, мен жасап келе жатқан, сонда сол аз болса бір 3-4 мың адам қолынан өтіп жатыр. Соның енді бір адамнан сенен бәләмпай тиын алам деп сірәді. Шамасы келсе бере алады, шамасы кейбір түгі жоқ адамдар бар. Қол аяғы мертік бап. Одан мен бір 5-10 теңге алғанда қалғым жаппаймын ғой, шын айтқанда. Мен жағдайым сол үшін енді мен неменем жоқ, қарақтарым. Иә, аман жүріңдер, сау болыңдар. Енді қазақ тілі емес қой. Иә, сондай қол сояр деп берген. Көп рахмет. Аман болайық. Отанымыз тыныш болсын, халқымыз аман болсын. Қазіргі өзі бұрынғы жоқ замандағы енді аурудың 99 түрі пайда болды өзі қазіргі адамда. Бұрын мұның 80% жоқ, шын айтқанда бұрынғы уақытта. Қайдан пайда болған енді кісі ұқпайсың өзі. Сондай болып жатыр ғой қазір. Енді аман есен сау. Бұның бәрі орыстың істеп кеткен. Жақсы ақсақал, аман болыңыз. Міне ақсақалымызға бізге кеңес беріп, осы адамдарға қарап, ауруларының себептерін айтып көмектесіп жатыр. Рахмет сізге. Жүз жасаңыз, енді елдің бәрі көріп жатыр. Ақсақалды бәрі сұрап жатыр. Ақсақал, осылай міне Мәніп деген ақсақал, Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында тұрады. Мәніп ақсақалымыз. Енді бұл атадан біздің қазақтың өзінің ем-домы, сол кісіге қонған. Енді осыны біз өзімізде үйреніп жатырмыз. Ұрпаққа қалтыру керек, біз айту керек, ақсақал дұрыс. Рахмет. Қол аяғыңыз зет бермесін, ұзақ жүз жасаңыз. Халық ризашылығына бөлене беріңіз. Енді қолданып жатқан емшілген көпке. Мыңның болмаса да жүздің бірінің батасы тиет дейді ғой. Ағы баталы қол арымас, батасы қол жарымас деп, осы өзің дағы осы халқыңның батасына бөленіп жүруге Алла тағала нәсіп етсін. Амин. Рахмет ақсақал, сізге рахмет. Осындай біздің қазына қарттарымыз көп болсын. Егер осындай ақсақалдар бар болса, білетін болсаңыздар, айтып осындай видео жазып қалыңыздар. Біз болашақ ұрпаққа осының бәрін айтып, жеткізіп көрсетуіміз керек, үйретуіміз керек. Солай ақсақал? Солай. Дұрыс, жақсы. Аман болыңыз.